Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге екі құрамнан ғана тұратын круассан рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: қатпарлы қамырды екі бөлікке бөліп алып, жақсылап осылай екі бөлігімізді жайып дайындап аламыз. Жайылған бөліктерімізге Қазақстан шоколадын ерітіп, тегіс етіп жағатын боламыз. Видеода көрсетілгендей тегістеп жағып аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар, және де жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Жағып алғаннан кейін екінші қатпарлы қамырды бетіне жауып, осылай үш бұрышты видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген бөліктерімізді осылай етіп дайындаймыз. Пергамент қағазын төсеп, 180 градуста қызып тұрған пешке салатын боламыз. Бетін жұмыртқамен әрлеп алғаннан кейін духовкаға саламыз. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте дәмді әрі тез дайындалады. Ас болсын.